Сіңлісінің ауырып жатқанын естіп, көңілі күпті болып жүрсе де, үйдің күйбең тірлігінен қол үзіп шыға алмай, бірнеше күнді өткізіп алған Банудың түнімен оң аяғы солқылдап ауырып шығатын. Алғашқыда уайымнан болар деп топшалап бұл ауруға мән бермеді. Алайда күндер өте келе, таңғы ұйқыдан оянғанда күптей болып ісінген оң аяғы бастырмауға айналған соң, облыстық дәрігерге қаралған болатын. Рентгенге түсірген дәрігер тізеге сарысу жиналған екен. Қорқынышты еш нәрсе жоқ. Аппаратпен суын сорып аламыз дегенде, Бану ауруы жеңіл екен естіп, қуанып кетті де, өзіне тағайындалған емді дереу бастап кетті. Сөйтіп жүргенде араға бірер ай салып, өздерімен бір үйде тұратын бойдақ қайнағасы кісі қолынан ажал құшып, бұл үйдегілер тағы есеңгіреп қалған болатын. Қайнағасын ақ жуып, арулап, мәңгілік мекеніне қондырып болған соңда, дұға етушілердің легі толастамады. Сол кезде аяғының ауруы қайтадан мазалай бастаған болатын. Алайда бір үйдегі жалғыз келін өзі болғандықтан, қайнағасының артынан дұға етушілер үйден қарсы алып, одан қалса 40 күндігі мен 100 күндік дұға дастарханына дайындық деп жүргенде тағы біраз уақыт өткізіп алған еді. Уақыт өте келе, тізеден басталған ісік ұлғайып, қара сан түгел көйлей бастаса да, Бану шыдамдылық танытып, дәрігерге бара қоймаған еді. Ағаларының 100 күндік дұғасын өткізуге Болаттың бауырлары да түгел жиналды. Банудың ауруын сол кезде ғана көрген қайынәпкелері шошып кетіп, дұға дастарханын өткізе сала, Болат пен Бануды дұрыстап тексеруге Ресейге аттандырып жіберген еді. Ресейдің клиникасы Бануды жылы қабылдап, бірден тексеруді бастап кеткен дәрігерлер Банудың ауру аяғын қайтадан рентгенге түсіргенде шошып кетті. Әуел баста сарысу жиналып қалған тізені өз еліміздегі дәрігерлер дұрыс емдемепті. Ашып айтқанда, тізеге жиналған суды сорып алғаннан кейін тізені ашық күйінде қалдырмай, ауа кірмейтіндей етіп қатты таңып тастап, бірнеше күн аяғына салмақ салмай жатқызып қою керек екен. Соның бірі де жасалмапты. Сол салғырттықтың қайта басталған ауру уақыт өте келе ұлғайып, қатерлі ісікке айналған екен. Соның бәрін тәптіштеп түсіндірген дәрігерлердің қателігін, болған қатерлі ісікті емдеуді мойнына ала алмайтынын айтып, әрі қарай емдеуден бас тартатынын мәлімдеді. Бұл үкімді естіген Бану мен Болат естерінен айырыла жаздаған еді. Құшақтаса отырып, ботадай боздап жылаған екеуі сол күні көлік тауып дереу елге қайтып оралды. Үйге келген соңда амандық сұрасуға келген қайынәпкелері келіндерінің дерті асқынып, қатерлі ауруға айналғанын естігенде өздерін қоярға жер таппай аласұрынғандары мен шешімін тез тауып, қайтадан тексерістен өтуді Бануды дереу Астанаға аттандырды. Болат та бірге кетті. Астанаға жетіп, дәрігерлік тексерістен өткен екеуі алдын тағы да не күтіп тұрғанын білмейді. Банудың басынан бақайшағына дейін тексерген дәрігерлер келіншектің ішінде бір айлық сәбиі бар екенін хабарлағанда, Бану өз құлағына сенбей, дәрігердің қолына жармасып, шын айтып тұрсыз ба? Осы айтқандарыңыз рас па? Мың қайтара сұрай берді. Алайда ауруының қорытындысы да расталған келіншектің әрі қарай химиялық жолмен емін алу үшін іштегі баланы алдыруын талап еткенде, жоқ. Мен осы баланы күткенме 10 жылдан аса уақыт өтті. Сөйтіп күткен сәбиімді өз қолымен өлтірмеймін.
баланы да алдырмаймын. Маған баланы алдыр дегенше, өзің өле бер дегендерің дұрыс болар еді. Өлсем де ішімдегі сәбиімді жарық өмір сыйлап кетем, деп Бану баланы алдырудан үзілді-кесілді бас тартты. Келіншектің өмірін сақтап қалуға жұмыстанған дәрігерлер Болатқа да айтқызып көріп еді. Сен не, сонда, өз баламызды қолымнан өлтіргенімді қалап тұрсың ба? Бұл сәбиді зарығып күткенімізге қанша жыл болған ұмыттың ба? Қалайша маған тек сен керексің деп айтып отырсың. Өлсем де баланы алдырмаймын, деп Бану алғаш рет Болатқа қарсы шығып, бет бақтырмады. Ауылдан қайнапкелері қоңырау шалса да, маған баланы алдыр деп отырған болар деп, оймен телефонның тұтқасын көтермей қоюшы еді. Әрі-бері үгіттеп, келіншекті көндіре алмаған астаналық дәрігерлер Бануға ешқандай талабым жоқ деген қолхат жаздырып алды да елдеріне қайтарып жіберді. Елге аман-есен жеткен соң Астанадан берілген қорытынды анықтамасын арқалап жүкті аналарды тіркеуге алатын емханаға барған болатын. Қағаздарды оқып болған гинеколог: "Мына ауруыңмен туамын деп отырған қандай ақымақ әйелсің? Мен сені тіркеуге қоймаймын. Бүгін ішіңдегі баланы алдырасың", деп өзіне дүрсе қоя берді. Алдырасың, алдырмаймын, деп біраз айтысқан екеуі бір-бірін жеңе алмай жарты сағаттан астам уақыт отырған соң гинеколог дәрігер Бануды сүйрелеп емхананың бас дәрігеріне апарған болатын. Мән-жайға қанық болған бас дәрігер: "Маған не деп әкеліп отырсың? Сонау Астанадағы профессорлар көндіре алмаған адамды екеуміз көндіре аламыз деп отырсың ба? Бұл келіншек бұрын өле ме, әлде сап-сау отырған біз бірінші өлеміз бе, бұны бір Алла ғана біледі. Қазір бар да дереу тіркеуге ал. Сосын күніне 10 рет тексерістен өткізесің бе, әлде 20 рет өткізесің бе, оны өзің білесің. Бірақ бүгіннен бастап бұл қыз сенің мойныңда", деп айтыс-тартыстың нүктесін бірден қойып тастады. Сол күннен бастап Банудың басында алашапқын өмір басталып, үйден дәрігерлер шықпайтын еді. Банудың өміріне алаңдаған дәрігерлер аяғы ауыр келіншекті күніне бірнеше рет тексерістен өткізіп отырды. Бір қуанарлығы, жүктілік кезінде ауруы асқынбады және әр тапсырған сынамалары оң нәтиже беріп, өміріне қауіпті ештеңе бола қоймады. Ай мен күні жеткенде дәрігерлер Бануды кесіртілігімен босандырып, өмірге қол-аяғы сап-сау балпанақтай қыз бала келгенде, өмір есігін жаңа ашқан сәбиін көкірегіне емірене қысқан келіншек өзін өмірдегі ең бақытты жандай сезініп еді. Перзентханадан сәбиін көтеріп аман шыққан келіншекті Болат пен қайынәпкелері қуана қарсы алып, шаңырақтарынан кішігерім той жасады. Сол күннен бастап Қуанышбек пен жаңа туған сәбидің күтімін едәуір оңалып қалған Гүлжауһар өз мойнына алды. Өйткені 9 ай бойы өзін тәртіпті ұстаған оң аяқ өмірге сәби келген соң қайтадан асқынып, Бану аяғын баса алмай мүлдем жатып қалған болатын. Сізден бастап ісінген аяқ бірте-бірте ісіне келе, Банудың аяғын түгел алып кеткені соншалық, көйлегінің етегі астында жастық жасырып қойған сияқты болып жоғарыға көтеріліп тұратын еді. Босанғаннан кейінгі Банудың жағдайы жергілікті дәрігерлерді алаңдата бастағандықтан, дәрігерлер Алматыға барып толық тексерісте өту керектігін күнде айта беретін болды да, енді жүре берудің арты неге соғарын білетін Бану мен Болат Алматы қаласына жолға жиналды. Барлық анықтама мен сараптама қағаздарын жинастырып, Банудың денсаулығы ұзақ жолға жарамайтын болғандықтан Алматыға ұшатын ұшаққа билеттерін алып та қойған еді.
Ауылдан Гүлденнің жағдайы ауырлап мүлдем төсекке таңылды деген хабар келіп те еді. Жайсыз хабардан Бану тіптен есін адасқандай күй кешіп есеңгіреп қалды. Таразының бір басында өзінің өмірі, екінші басында сіңлісінің жағдайы. Әрі-бері ойланып, Алматыға алған билетін кері тапсырып, ауылға кетуге жинала бастаған еді. Мынандай жағдайда ауылға қалай барасың? Ауылға барған соң жүруің керек, ал сен қазір жүре алмайсың. Алматыға барып тексеріліп ем берсе емін алып келейік. Содан кейін сені бірден Гүлденге апарып келем, деп Болат келіншегін ақылға шақырған болатын. Алдында Гүлденге телефон соққан еді. Телефонды Гүлденнің өзі алды. Әпкелі сіңілді екеуі сол күні телефонмен ұзақ әңгімелесті. Арасында билетін тапсырып, сіңілінің қасында барғысы келіп отырғанын да тілге тиек еткен болатын. Соны естіген Гүлден: Бану, маған қарайлама, тездетіп еміңе кет. Төсектен тұра алмай жатып қалсаң, бөпелеріңе кім қарайды? Мен құсап шіріп жатқың келмесе, тез кет, деп әпкесінің ауылға келуіне қарсылық білдіріп, еш ыңғай бермей қойды. Болат пен Бану Алматыға келген соң, толық тексерістен өткенде, алматылық дәрігерлер аяқтың ауру асқынып кеткендіктен қанға түсіп кету қаупі барын айтып, қызды аман алып қалудың бір ғана жолы бар екенін алдарына тартты. Ол тек қана аяқты кесу болатын. Оған келіспесе, мұның соңы тек қана өлім екенін айтқан дәрігерлер қызды Сығанов атындағы ғылыми орталыққа жолдады. Орталыққа барып, барлық құжатын өткізіп, ертеңгі күні ота жасалады деп ескерткен соң, жуынып шайынып алмаққа Бану мен Болат достарының үйіне келген болатын. Достарының үйінде бір күн түнеп, ертесіне таңғы астарын алдарына ала бергенде Банудың телефоны шырылдады. Қоңырау соғып жатқан кенже сіңлісі екен. Телефонды көтерген бойы сол еді. Тұтқаның ар жағынан: әпке, Гүлденнен айырылып қалдық, деп еңірей жылаған даусын естігенде шыңғырып, қолындағы телефонды жерге тастап жібергені ғана есінде. Есін жиса, Болат басын сүйіп отыр. Қастарында жедел жәрдем дәрігері мен мейірбике және үй иелері бар. Ояна сала: Ботам-ау, ботам-ау, өлсем сенен жаным артық педі. Ең болмаса соңғы демең үзілерде қасымда болып, маңдайына бір рет сипап алмадым-ау, деп аңырай жылап басын қабырғаға ұрғыштаған қызды бәрі жұбата отырып, ота жасауға дайындап жатқан орталыққа алып кетті. Үстелге жатқызып, өзін отаға дайындап жатқанда көз алдына сіңлісінің бейнесі кетпей қойған Банудың бойында ешқандай қорқыныш та жоқ еді. Сәтті жасалыпты. Банудың аяғындағы ісік қатерлі болғанымен, әрі қарай дами қоймайтын аталық түрі болып шықты. 3 күннен соң есін жиған қыздың ойына өзінің кесілген аяғы емес, Гүлденнің бейнесі елестеген еді. Неше күн ұйқыда жатқан қасында отырған Мейірбикеден сұрап білген соң, бірден есіне келгені Гүлденді ендігі көміп те тастадау деген ой болды. Отадан соң Банудың денсаулығы толықтай тексерістен өткізілген білікті мамандар алдағы уақытта қыздың өміріне төніп тұрған қауіптің жоқ екенін анықтап, кесілген аяқтың жарасы тыртықтанып жазыла бастағанда орталықтан шығарылып елге қайтарылды. Үйге келген соң мүгедектік топқа тағайындалатын құжаттарын рәсімдеп жүргенде Гүлденнің 40 күндігі де жақындап қалған болатын. Бір күні тағы қалта телефоны шырылдады. Бұл жолы шешесі екен. Гүлденнің 40 күндігі қай күні өтетінін хабарлай тұрып, дұға дастарханына қоятын азық-түліктің тізімдерін тізіп айтқанда, Бану:
Күні кеше бір аяғынан айырылып отырған қызының жағанайын алаңдаудың орнына азық-түлік алып кел деп тапсырма беріп отырған сен қатынға дауа жоқ екен деп ішінен ойлап тұрса да, әлі топырағы кеуіп үлгермеген бауырының аруағы үшін сыртқа шығармай үнсіз тыңдап тұра берді. Ауылға барған соң дайындықты бастап кеткен Бану жетпей жатқан керек жараққа жұмсайтын адам таппай дүкенге өзі барған болатын. Керекті алып үйге қарай жүре бастағанда қолындағы заты мен қолтығындағы балдағы кедергі болып шаршап қалды да сәл демін басуға аялдап еді. Банужан, сенбісің? Сіңісінің қазасы қайырлы болсын деп дауысқа жарт бұрылды. Сөйлеп келе жатқан әйел сыныптас құрбысының анасы екен. Апай, келе сала Банудың қолындағы заттарын көтерісіп, үйге дейін жеткізіп салды. Жол бойы көңіл айтып келе жатып, Гүлден жан қараусыз жатып қалды ғой. Қайтыс болған соң сүйекті жууға кірген әйелдер Гүлденнің жамбасының ойылып қалғаны көріп, жағаларын ұстапты. Шешеңе бірдеңе айтуға да қорқамыз. Оны Құдай жеңбесе, адам жеңе қоймас дегенде, сіңісінің өзімен сөйлескенде, мен құсап шіріп жатып, өлмеу үшін емделші дегені есіне қайта оралып, жаны ышқынып кетті. Құрбысының анасы үйге әкеліп тастап кері қайтқанда, ойы аста-кестең болған қыз үйге кіріңіз деп те айта алмай қоштасып кетіп бара жатқан әйелдің артына мелшиіп қарап тұрып қалған еді. Келген соң естігендерін шешесіне айтқысы келіп, оқталғаны мен сіңісінің дұғалығына шу шығармай үшін тістеніп ішінен тынды. Дұға оқуға келген адамдар түгел тарап үйге оңаша қалғандары сол еді. Гүлденді қолымнан келгенше бақтым, енді қалған шаруаны оқсалататын қолымда келін де жоқ. 100 күндік алдын ала келіп дайындықтарыңды жасаңдар деп Мәрия шешесі әңгімесін бастап жатыр еді. Осы сен қандай адамсың, а? Не деген адамсың? Қарғып сілеп ұлыңды өлтірдің, қызыңды өлтірдің. Сенің мақсатың не осы? Ашып айтшы. Бәрімізге жұтып жалғыз қалғаныңды тілеп отырсың ба? Гүлденді ұялмай, қызармай бақтым дейді ғой. Күтімсіз жатып, жамбасы тесіліп өлгенін мен естімей отыр дейсің бе? Жалмаңдауыңды неге қоқтатпайсың? Деп шешесіне атылып, ішіндегісін ақтара салғанда, қызының айқайына таң қала қарап отырған Мәрия мынаны жонырып кетті ме? Деп аузын сылп еткізіп, болмаса қарсы ештеңе айтпай үнсіз отырып қалды. Сол күні шешесіне айтарын айтып салған Банудың үйіне бір күн қонбастан тез-тез жиналып ауылына қайтып кеткен болатын. Шешесіне көңілі әбден қалған қыз енді қайтып көргісі келмесе де, Гүлденнің басқа дұғалық дастархандарын өткізу үшін амалсыз үйіне жиі барып, сіңісіне арналған дұғаларды уақытымен өткізіп кететін. Алайда, сол күннен бастап шешесі десе мә деуге әдетке айналдырып алды. Гүлденнің жыл садақасын берген соң, кенже інісі үйленетінін қабарлап, Болат екеуінің жиған бар қаражаты мен інісінің тойын өткізіп берген еді. Тойға Болаттың әпкелері де қолдарына келген көмектерін аянбады. Той үстінде тілек кезегі келгенде әпкелері: келін болса біздің Банудай-ақ болсын. Бану біздің келініміз емес, туған бауырымыздай болып кеткен қыз. Айналайын келінжан, Бану әпкемді үлгі тұт. Банудай келін болсаң, ең керемет келін болғаның деп білеміз, деп ақ жарма тілектерін айтқанда, қайынәпкелеріне тілектерін үнсіз тыңдап тұрған Банудың жүрегінде сендерді жақсы көрмеу мүмкін емес қой. Өз үйімнен жылулық көрмеген маған мейірім мен жылулық сыйлаған сендер ғана едіңдер ғой деген ой тұрғанымен сыртқа шығара алмай, әпкелеріне риза кейіпмен жанары жасаурап қарай берді.
Той ойдағыдай өтіп, келінді-кетімді қонақтар тарап кеткен соң, мына келіннің артынан дұрыс жасауда келмепті, деген шешесінің күңкілін естіген Банудың қаны басына шауып, сен осыны не бетіңмен әңгіме қылып отырсың? Кімнің жасауына күлген дейсің? Қайсымызға алтынмен аптамасаң да 4 көрпе жасап беріп бедің? Басқа айтса да осыны дәл сен айтпай-ақ қойшы. Келін сенің лас сөзіңе үндемей жүре беретін қыздардан емес. Көмусіз қалғың келмесе, ендігі жерде аузыңа ие болып тыныш отыр, деп шешесінің бетінен оңдырмай тілі салды. Содан бері ауылына қайтып бармаған Бану іні келінімен телефон арқылы ғана қал жағдай сұрасып жүр. Арасында келін де енесінің жағымсыз қылықтарын айтып, Бануға жыламсырап алғанда, шешесінің мінезін жақсы білетін қыз үнсіз тыңдаумен ғана шектеледі. Тек көңіліне қонарлық бір жағдай, қазір інісі де шешесін әйеліне қарсы сөйлетпей ұрсып басып отырады. Осыны естігенде Бану қуанбаса ренжіген жоқ. Өйткені бәрін кешіргенімен Гүлденнің өлімінен соң анасын қатты жеп көріп кеткен қыз шешесін әлі кешіре алар емес. Алайда Банудың жағдайы өте жақсы. Қатерлі дерттен толықтай айығып, мамандығы бойынша жеңіл жұмысқа тұрды. Өмір бойы төсекке таңылады деген Гүлжауһар да оңалып жұмысына қайтадан оралды. Қуанышбек ұлдары мектепке барды, қыздары 5 жаста. Болат Бануды алақанына салып аялап отыр. Өте бақытты жан. Соңы.